Баршаңызға сәлем. Бүгін керемет дәмді сочный манты жасаймыз. Бұл әдіспен жасалған манты құрғақ болмайды, әрі заправкасыз жей беруіңізге болады. Бізге керегі жуа, сәбіз, фарш және құйрық май. Жуаны видеода көрсетілгендей осылай ұсақтап тураймыз. Сәбізді терканың үлкен жағынан өткіземіз. Құйрық майды видеода көрсетілгендей осылай етіп ұсақтап тураймыз. Алдын ала тартылып дайындалған фаршты саламыз. Содан соң қара бұрыш және тұзын салып, жақсылап араластырамыз. Фаршты тіліміздің ұшына тигізіп, дәмін қараймыз. Егер тұзы және бұрышы кем болса, аздап саламыз. Мантының қамырын жайып, осындай әдіспен тең бөлемін. Мантының қамыры жұқалау болса, өте жақсы шығады. Менде 4 күлше болғандықтан фаршты 4 бөлікке бөлемін. Содан соң бір күлшеге фаршты тең етіп саламын. Мантыны түйген кезде 4 жағын бір-біріне беттестіріп, 2 жағын бір-біріне жабыстырамыз. Мантыны мата өркеге салмас бұрын алдымен табаларын жақсылап тұрмалап аламыз. Мантыларды жақсылап салып алғаннан соң үстінен осылай майлап шығамыз. Бұл әдіспен дайындауды енемнен үйрендім. Мантының бетін міндетті түрде майлауды ұмытпаңыздар. Ас болсын.